Дайын еліп қойған қамырымызды аламыз да осыны екі бөлікке бөліп аламыз. Әдемі қанып тұрған қамырымыз. Қамырымызды екі бөлікке бөліп алдық. Енді осыны ұнды жағып, кішкене қанғанша кішкене 10 минутқа алып қоямыз. Қамырымыз кішкене 10 минут тынып тұрғанша біз ішіне салатын салмамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жуа, сәбіз, картошкамызды кубиктеп турап алдық, алдын ала дайындап. Енді осыған үйде тартылған фаршымызды саламыз. Сөйтіп осының үстіне дәмдеуіштерімізді саламыз. Кішкене кристаллигімізді саламыз. Сосын татымына қарай тұз саламыз. Сосын қара бұршымызды саламыз. Осының бәрін жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, мен салмасын жақсылап араластырып алдық. Енді осына қамырымызды жайып болам дегенше тұндырып қоямыз. Біз тынып тұрған қамырымызды алып, шамалы жұқалау етіп жайып аламыз. Енді қанып тұрғасын өте әдемі болып жайылады. Қамырдың құрамын описание бөліміне қалдырып кетемін. Ал қыздар, міне біз қамырымызды жақсылап жайып алдық. Әп-әдемі болып шықты. Енді осыны үстіне дайындап қойған салмамызды саламыз. Мен онша қамырды майламаймын, өйткені фаршымыздың өзінің майы бар. Сол себепті салманы ғана салып ораймын. Қыздар, міне біз салмамызды бетіне әдемі қылып орналастырып алдық. Енді осыны жаймен шетінен бастап орайтын боламыз. Бісміллә. Ішіне қайра отырып орама жасаймыз. Қыздар, міне біз орамамызды әдемілеп орап алдық. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді осыны дәл ортасынан теңдей етіп, екі бөлікке бөлетін боламыз. Сөйтіп, кішкене қамырын бір-біріне жабыстырып жібереміз, екі бұрышын. Енді осы үстін басып жіберіңіздер, кішкене піскен кезде кесуімізге де ыңғайлы болады. Ал енді осыны майланып тұрған манталаркамыздың тапасына жаймен орналастыратын боламыз. Дәл ортасына не қылыңыздар. Сосын екеуін бірден теңдей етіп қабаттауға болмайды, өйткені арасы шекі болып қалуы мүмкін. Әр бөлікті өзінше бір неге салу қажет. Мен өзім солай пісіремін, өйткені бұның қамыры орама болғандықтан арасы шамалы ашық өзінше піскені дұрыс. Ал осыны қайнап тұрған суға 1 сағаттай, яғни 60 минуттай пісіріп аламыз. Ал қыздар, міне біздің орама мантымыз өте күшті болып пісті. Ал енді бетіне подливкасын дайындаймыз. Ол үшін қызып тұрған тапамызға майымызды құйып, кішкене майымызды құйып алып, ал міне қыздар, қызып тұрған майымызға жуамызды соғамызды, томатымызды және де
Кішкене тұзымызды саламыз. Тұзымызды салып, жақсылап араластырып алып, кішкене бұқтырып аламыз. Жуанын соғы шыған дегенше. Ал міне қыздар, біздің подливкамыз дайын болды. Енді мына мантымызды, құрама мантымызды әдемілеп турап аламыз. Кішкене кесіп, тарелкаға салуға ыңғайлатып кесеміз. Ал қыздар, міне бізде әдемі осындай орама манты шықты, қатпарлы болып, әдемі күшті болып. Енді осылардың бетіне дайындаған подливкамызды саламыз. Ал қыздар, міне подливкасын салдық. Өте әдемі болып шықты, міне. Сіздер де осындай жасап көріңіздер. Кешкі асқа өте тойымды тамақ. Және де менің рецептім ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Және де мен каналыма тіркеліңіздер. Сау болыңыздар. Алдағы уақытта тағы да осындай тәтті тағамдармен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған Жанар. Сау болыңыздар.